Біздің өміріміз қасымызда жүрген көрінбейтін адам секілді. Көңілді болып, өміріңе шүкір айтып, рахмет айтып жүрсеңіз, онда ол да дәл солай сізге жауап береді. Яғни күтпеген жерден қуаныш, мүмкіндік келе беретін болады. Ал егер де сіз өміріңізге көңіліңіз толмай, шағымдана берсеңіз, онда әрдайым жолыңыз болмай, өмірде сізді сәтсіздікке ұшырата береді. Бір минут себепсіз жылаймын деп, бір күн жабырқап жүруіңіз мүмкін. Шағым айта беретін адамдар көбінесе адамның болсын, белгілі бір жағдайдың болсын, жағымсыз жағын ғана байқап жүреді. Оған ештеңе ұнамайды, ол айналасына, өміріне жағымсыз энергия бөліп жүреді. Осындай адамдардан бойыңызды алыста ұстағаныңыз дұрыс. Айналаңызды тек көңілді жүретін, ешкімге сын айтпайтын, сынамайтын, тек қана сізге шын жүрегімен ақылын айтатын адамдарға толтырыңыз. Проблема бітпейді. Қашан менде анау болады, қашан мынау болады деген сияқты көптеген өмірге көңілсіз екеніңізді білдіретін сөздерді қолданбағаныңыз жөн. Бұлай шағымдана берген адамдардың өмірінде түсініспеушіліктер жиі орын алады. Өміріңізде бір нәрсе ұнамайтын болса, әрекет етіңіз. Ешкімді кінәламаңыз, ешкіммен ұрыспаңыз, шағымданбаңыз. Тек қана өз даму жолыңызды іздеп, жан дүниеңізбен, санаңызбен жұмыс жасаңыз. Шағым айтудың орнына алғыс айтып, өмірмен қарсыласпай, болып жатқан оқиғаны сабырмен қабылдап, әрдайым өміріңізде тек жақсылық болатынына ғана сену керек. Басыңызға түскен қиын сәтті сынақ деп қабылдамай, өзіңіздің дұрыс емес жасаған әрекетіңіз үшін сабақ деп қабылдаңыз. Оған дейін қандай теріс қылық жасағаныңызды еске түсіріп, осы қиындық арқылы өмір сіздің қандай жағымсыз қасиетіңізді дұртағысы келіп тұрғанын түсіне біліңіз. Әрбір қиындықтан сабақ алып, оған рахмет айтып, өзіңізді өзгертіңіз.